Алтын ханым 2025 байқауының жеңімпазы белгілі кәсіпкер Самал Асанова енді өз жетістігімен бөліспек. Ол Қазақстан Республикасы оқу-ағарту министрлігінің қолдауымен еліміздегі колледж студенттеріне арналған тегін кондитерлік шеберлік сабақтарын өткізуді жоспарлап отыр. Осындай жобаны қолдап, бизнес пен білімнің өзара байланысын орнатып отырған Қазақстан Республикасы оқу-ағарту министрлігі керемет жаңалықпен бөлісуге бүгін бізге студияға Марал Нығметжанова келіп отыр. Талап коммерциялық емес акционерлік қоғамы техникалық және кәсіптік білім беру жүйесінің қызметін зерттеу және мониторингілеу бөлімінің бастығы. Қош келдіңіз. Сәлеметсіздер. Сонымен енді мына жаңалыққа келейік. Самал ханым, менің білуімше, сіз кондитерлікке студенттерді тегін оқытпақсыз. Бұл қалай іске асады? Бұл бастаманың қолдауға не түрткі болды дегендей? Енді қазіргі кезде өздеріңіз білесіздер, бізде жұмысшы жылдар мамандығы деп жарияланғандығын білесіздер. Жұмысшы жылдар мамандығының аясында енді біз көптеген шараларды жүзеге асырып жатырмыз. Ауқымды шараларымыз бар. Мысалы, жол картасы аясында 78 шара бар болса, қаулымен бекітілген жоспарда бізде 70 шара бар. Сол енді осы шараларды жүзеге асыру аясында бізде балалармен көптеген конкурстар ұйымдастыру жүзеге асырылады. Соның бірі осы Самал ханымның жаңағы ұйымдастырғалы отырған жұмысшы мамандықтарды насихаттауға, соның ішінде жаңа кондитерлік істі насихаттауға бағытталған ауқымды шара болып табылады. Бұл негізі осы жұмысшы мамандықтарын насихаттау бағытында. Сабақ қалай онлайн өтеді ме? Бұйырса бастағымыз келіп отыр. Жалпы кейбір колледждерге тегін сабақ өткізгім келіп тұр, одан бөлек онлайн ретінде жақсы студенттердің жақсы жұмыстарын бағалап, яғни сыйақы ретінде, ақылы түрде немесе жұмысқа алу ретінде сондай жасаймыз. Ынталандыру шаралар. Себебі былай ғой, кондитердік маманды көбісі менсінбей қарауы мүмкін. Жалпы колледжде жай тек түссем болды деп оқуды бітіреді де, кондитерлік бітіргеннен кейін басқа салаға кетіп қалады. Ал бізде өндіріске кондитерлер жетіспейді. Яғни білікті мамандар жетіспей жатады. Соны айтқым келгені, бастапқы кезде өзім тортты пісіріп бастағанның өзінде де сыртынан менсінбеушілік, яғни қарайтын, сен кондитер болып кеттің бе деп, бұл жерде мен жеткіздім. Да, яғни сен мектепті қызылмен бітірдің ғой, қалай сен кондитерлік торт пісіріп жүрсің деген сияқты біздің қоғамдағы көзқарасты дұрыс емес. Яғни өзгерткім келіп отыр, себебі сол бір тапсырыстың арқасында мен осында үлкен жетістікке жетіп отырмын. Мен жеткен жерге барлығында қолынан келеді дегім келеді. Жалпы осы студенттерді осыған баулып, яғни көрсетіп, әрі қарай жалғыз Қазақстанда емес дүниежүзілік үлкен мықты кондитер болуға бағыттайтындай бір жол көрсеткіміз келеді. Енді мына сабақтардан кейін мысалы сол студенттер бір бизнес бастай алатындай білім алады деп айта аламыз ба? Ол бағытта да көрсетуге болады, әрине. Тек қана торт емес, бизнесті алып. Себебі менде сұрақтар болды студенттерден. Жалпы өзім бастап көрсем қанша таба аламын деген. Яғни мен бұл жерде айтатыным, үй бастауында жоқ дегенде 500 мың теңгені минимум деп есептегенде ақша көлемде табыс табалады. Енді сіз айтып жатсыз ғой, мына кондитерлерге деген қоғамда көзқарас дұрыс емес, менсінбеушілікті ол өзімнің басымнан да өтті деп, осы стереотипті мен бұзғым келіп отыр деп. Біз енді журналистер фактіге сүйеніп барлық ақпаратты беруге тырысамыз. Мәселен, бір дүкеннің арқасында айына ертең бизнес бастап жатса, студенттер қанша қаражат таба алады? Бір дүкеннен жоқ дегенде 2-3 миллион таза табыс табуға болады. Шығынсыз, есептегенде. Шығынның барлығын сіз бастағанда дейсіз? Оның барлығын әрине бастапқы кезде білім алып қана жасау керек. Бірден көбісі ұрынып, дүкен ашып, барлығы жүріп кетеді деген мәселе емес. Бастапқы кезде таянған салып, қателесіп жату мүмкін, күйіп кету мүмкін. Сол себепті қазірде социальный сетті жақсылап жүргізіп, өзіне аудитория жинап, клиент жинап, аздан бастау керек. Кішкентайдан бастап, яғни әрі қарай бәрі болады. Яғни қажет болса, үйден бастауға да ұялмау керек, адам деген. Қорықпау керек. Марал ханым, енді сіздер қаншалықты осы Самал ханым іспетті кәсіпкерлерді, мен білем, мысалы, бізде кәсіптік колледждерде интеграция бар, кәсіпорындармен бірге, оларда болашақта жұмыспен қамтуға тырысасыздар сіздер студенттерді. Қаншалықты сіздер ашықсыздар осындай кәсіпкерлерге? Үйретем, білгенмен бөлісем деген кәсіпкерлер болса. Біз енді әрдайым ашықпыз. Себебі біздің колледждердің өзінде қазіргі уақытта бизнес стартап жобалар жүзеге асырылады. Колледждерде бізде жол картасы бойынша 60 бизнес стартап орталықтарын ашу бар. Сонымен қатар колледждерімізде бізде 66 шағын кәсіпорын бар. Бұл жаңағы студенттердің өзінің жасаған өнімдерін тарату
яғни студенттер жаңағы кондитерлік өнім болсын, сварка болсын, кез келген. Но осылардың барлығы бізде жұмыс берушілермен бірге жүзеге асырылады. Яғни бізде жаңағы шағын кәсіпорындарды, колледждерді мини жаңағы қамқоршылық кәсіпорындардан қамқоршылық кеңселер бар. Шефство деген бар. Колледж кәсіпорын тарапынан шефство бар. Қазіргі уақытта олардың саны 4000-нан асты. 622 колледжге 4000 кәсіпорындар бекітілген. Сол кәсіпорындар бұлар бірлесе отырып жұмыс істеу, олар тек қана меморандум аясында ғана жұмыс жасап қоймайды. Олар жаңағы студенттердің білімдерін ары қарай практикалық тұрғыдан дамыту. Бұл атамекенмен бірге жүзеге асырылғандықтан, атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы ол кісілерде жаңа кәсіпкер болғандықтан балаларды ары қарай сол дайындаған кәсіп өнімдерін ары қарай жүзеге асыруға көмектеседі. Яғни жаңа кәсіпорындар бізге қолдау көрсетеді. Олар біздің материалдық базаны нығайтып береді. Сонымен қатар қамқоршылық кеңесінің құрамына кіреді. Олар міндетті түрде қамқоршылық кеңесінің құрамына кіруі керек. Ары қарай мұғалімдерді стажировкадан, балаларды практикадан өткізу және оларды жұмысқа алу. Статистика бар ма қандай да бір? Мәселен, жыл сайын бітетін студенттердің қанша әлгі қамқоршылық кеңестегі кәсіпорындарға жұмысқа тұрады деген іспетті? Енді қазір дәл менің өзімде жоқ. Мысалы, мен тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша айтатын болсам, бізде тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша Қазақстанда 237 колледж бар. Осы салада дайындайтын. Соның ішіндегі 211-і, қателеспесем, олар мемлекеттік колледждер. Жыл сайын қабылданатын балалардың саны 9000 бала қабылданады. Қазіргі уақытта 28.000 бала білім алып жатыр. Соның 6000-і шығып отырады, өйткені мамандықтардың ішінде біліктіліктер әртүрлі ғой. Қабылданған кезде біреу 2 жылға қабылданады, біреу 1 жылға қабылданады. Соның 6000-і жыл сайын бітіріп шығып отырады. Сол 6000-ның 70%-і бізде жұмысқа өз мамандығы бойынша орналасады. Самал ханым, енді сіз барлық студенттерді жұмыспен қамтай алмайтын шығарсыз десе де, сізде де осындай бір жоспар тұр, иә? Ертең конкурс арқылы келген студенттерді жұмысқа алмақсыз ба? Қалай болады бұл жағдай? Жыл сайын жалғаса ма? Қандай талаптар қоясыз? Қандай қарым-қабілеттерге қарайсыз? Әрине, менің қазіргі кәсібім өсуіне орай жұмысшылар әлі де керек. Біздер студенттерді бізде Ақтөбе қаласында колледждермен тікелей байланыстамыз. Қандай да бір жақсы талапты студенттерді жұмысқа алып жатырмыз. Істейм, жасайым деген, жауапкершілігі бар, адал еңбек етем деген адамға әрдайым есігіміз ашық. Тіпті білімі болмаса да біз өзіміз үйретіп аламыз. Тек ынтасы болса ғана. Бұл жерде және айтып өткім келгені, осы президенттің жарлығы бойынша, елбасымыз айту бойынша жұмысшылар жылы деді ғой. Жалпы тек қана елбасынан емес, біздің кәсіпкерлер де атсалысса, яғни осы жұмысшы қызметшілерді құрметпен қарау ретінде. Мен өзімде кәсіп басқарып отырмын, әр жұмысшыға бірдей қараймын. Яғни бұл жерде тіпті пол жусын, курьер болсын, лауазым бөлмейміз. Яғни барлығына бірдей теңдей құрметпен қараймыз. Егер соны көтерсек, әрине жұмысшы мамандығы да жалпы өсуіне лайықты деп ойлаймын. Енді Марал ханым, мұндай жобалар мәселен енді бұл жаңа тағам саласына келеді ғой кішкене. Басқа салаларда да сіздер мысалы осындай жұмыстар атқарып жатырсыздар ма? Басқа кәсіпкерлермен қай бағыттарда жұмыс атқарып жатырсыздар мысалы? Біз енді қазір экономиканың 12 бағытын таңдап алғанбыз. 12 бағыт бойынша интернационализация деген бағыттарды таңдадық. Сонымен қатар осы еліміздің экономикасына қатысты болғандықтан бүкіл 12 сала бойынша жаңағы бағытта жұмыс жасап жатырмыз. Ең қазіргі уақытта ол энергетика, транспорт, көлік саласы, одан кейінгі ауыл шаруашылық саласы, былтырғы оқиғаға байланысты сумен қамтамасыз, водный ресурстар, су ресурстары, делегация, сол бойынша бағыттармен, кәсіпкерлермен жұмыс жасап жатырмыз. Сонымен қатар тек қана кәсіпкерлермен ғана жұмыс жасап қоймай, біз жаңағы интернационализация бағытында шетелдік кәсіпорындармен, шетелдік оқу орындарменен серіктестікті интеграция жасап жатырмыз. Меморандум бұл жерде енді ең ғана басталып келе жатыр. Бізде қазіргі кезде Қытай, Германия, Франция, Южный Корея елдермен жасадық. Және Самал ханымның барған технологиялық колледж Алматы қаласында сол кісілер қазіргі уақытта Франция елімен тығыз байланыста Диспел жаңағы СКФ деген
гастрономиялық мектеп ашуға бағыттап жатыр. Осыған да жаңа қолдау көрсетіп, бастапқы жаңағы бастаманы бастаған біздің министрлік болған. Қазір ары қарай осы жұмысты мектепті ашу осы биылғы жылы қолға алынады. Яғни жастардың еңбек нарығына дайын болып шығу үшін тиісті қадамдар жасалып жатыр. Жасалып жатыр. Самал ханым, сіздің қазір курсыңызға дайындық өтті ме? Бұл қалай онлайн форматта енді күн сайын шығып, сіз тікелей эфирде сабақ өтпейтін шығарсыз, арнайы бір курстар түсіріледі ме, сілтемелер жіберіледі ме? Осы процесс қалай жүзеге асады сол қыз? Бұл жерде байқау ғой, сол себепті олар өздері әдемі тортын жасап, біздер қазір соны толықтай жасап жатырмыз. Дайындап болғаннан кейін әрине бұл Instagram желісіне шығатын болады. Сіздерге торттар жөнелтеді. Видеомен өздерінің жасаған керемет әдемі торттар болса, соны көрсету керек. Бұл байқау бөлек, ал тегін шеберлік сабақ деген ол өзімнің уақытыма қарай кейбір колледждерге барып өзім өткізе аламын деген болады. Офлайн, яғни. Ол офлайн, онлайн жоқ. Онлайн видео сабақтар болмайды. Онлайн видео сабақтар әзірге дайын емес, бірақ та әзірге офлайн өткізіледі. Ал негізі алдағы уақытта бір курсыңызды ашу жоспарда бар ма? Сондай бір онлайн, офлайн бағытта. Авторлық уақыт жеткізу керек болып тұр. Негізінде менің бастапқы жоспарым болашақта осы Қазақстанда барлық қалаларда осы біздің Самал Кейс компаниясының желісін ашу, одан бөлек жұмыс орнын көбейту. Қазіргі таңда 600-ден аса жұмыс орнын беріп отырсам, өзімнің бір арманым бар, 5000 адамға жұмыс орнын беру, одан бөлек менде көбінесе әйел адамдар 90%-дан аса. Оның ішінде көп балалы да, жалғыз басты да аналары бар. Сонда аналар қолдау дейсіз. Әрдайым өзім қолдағым келеді, өзім басымнан өткеннен кейін. Тағы бір арманым бар, енді 1-2 жылдықта болып қалар, садик ашып, осы жалғыз басты аналарды қолдау ретінде тегін балдарын қабылдасам, яғни олардың жұмыс істеуге деген мүмкіндігін тудыртсам. Яғни осылай қоғамдық бір әлеуметтік жағдай жасап көмек көрсетеміз. Өте керемет. Марал ханым, енді сұхбатты аяқтар барысында сізге мынандай сұрақ қойғым келіп отыр. Қазір бізді көріп отырған бәлкім студенттер бар, оқушылар бар, қандай мамандыққа барсам екен деп жүрген. Бізде қазір нарықта қандай мамандар тапшы? Соны айта кетіңізші. Немесе бір сұранысқа ие деп айтсақ болады. Қай жерге барса ұтылмайды оқушылар. Бізде енді колледж болғандықтан техникалық кәсіптік білім беру бұл негізі еліміздің экономикасының тіреуші күштерін дайындайтын мамандықтар дайындайтын колледждеріміз ғой. Сондықтан да біздегі барлық мамандықтар ол сұранысқа ие, өйткені бұл стратегияның басты мамандықтар болып табылады. Соның ішінде мысалы энергетиктер бізде мысалы тапшы болып табылады, дәнекерлеушілер тапшы болып табылады. Қазіргі уақытта жаңадан мысалы мамандықтар ашылып жатыр, если жастар барамыз десе, бұл дрондармен оқыту. Қазір бұл өте актуалды. Енді болашақта мысалы бізде искусственный интеллект, яғни жасанды интеллект мамандықтары кіреді. Сонымен қатар интернет желісінде онлайн сауда сату мамандықтары кіреді. Яғни көптеген жаңағы экономикамыздың қазіргі заманға өзгеруіне байланысты жаңа мамандықтар кіреді. Егер де студенттер қазір бізде мамандықты таңдаймыз десе, біздің талап сайтында іліп қойған өзіміздің жасаған тізімдеріміз бар, колледждердің картотипі колледждері бар, сонымен қатар студенттерге арналған брошюра әзірледік. Сол брошюраның ішінде өздеріне қажетті мамандықтарды таңдай алады, сонымен қатар колледждерді таңдап, өзінің регионда қандай колледждер бар, және ол колледждер қандай мамандықпен таңдайды, қай мамандықта тапшы, соны өздері көріп ала алады. Қысқасы IT саласына бет бұру керек, қолдан келгенше, сол кезде ұтылмайсың. Жақсы, құрметті спикерлер, көп рахмет. Бүгін алтын уақыттарыңызды бөліп біздің студияға келгендеріңізге сондай бір тұшымды және бастысы біздің мақсат үнемі айтамыз, көрермен үшін біз үнемі пайдалы ақпараттар беруіміз керек деп, соны бере алдық деп ойлаймыз.